Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар, бүгінгі жаңа тақырыпты жазылыңыздар. Неліктен ақш-та 1920 жылдары гүлдену кезеңі деп атайды ақш-та? Кіріспе. Бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін ақш экономикасы күшейді. Және 1920 жылдары экономикалық және мәдени өрлеу кезеңі басталды. Экономикалық өрлеу қалай жүзеге асты? Яғни өнеркәсіптің қарқынды дамуы белең алды, жаппай өндіріс және зауыттар саны арта түсті. Автомобиль өндірісі. Генри Фордтың конвейерлік әдісі, яғни алғашқы машинасы жарық көреді, және автокөлік халыққа қолжетімді болды. Тұрмыс деңгейінің өсуі. Халық үшін жалақы өсті, тұрмыстық техника кең тарала бастады және несиеге тауар алу мүмкіндігі пайда болды. Карточкалық жүйе енгізілді. Қалалардың дамуы. Қала халқы көбейе бастайды, құрылыс қарқынды дами бастайды және инфрақұрылым дамыды ол кезде. Мәдени өмірде қандай өзгерістер орын алады? Джаз музыкасы, кино өнерінің дамуы және спорт пен ойын-сауық мәдениетінің дамуы. Тұтыну қоғамы, яғни жарнама дамыды. Мысалы, қандай да бір кәсіпорындар өздерінің тауарларын сатқысы келсе, олар не істейді? Әрине, жарнаманың көмегіне жүгінеді. Жарнама кең дами бастайды осы кезде. Және жаңа тауарларға көптеген сұраныс арта бастайды. Гүлдену кезеңінің кемшілігі, яғни әлеуметтік теңсіздік. Қоғам бөлінеді, байлар және кедейлер болып. Оны біз әлеуметтік теңсіздік дейміз. Және ауыл шаруашылығындағы дағдарыстар. Қалада барлығы жақсы болса, жақсы дамыған болса, ауыл шаруашылығына келген кезде керісінше ауыл шаруашылығы нашарлай бастады. Қорытындылай келе 1920 жылдары ақш тарихындағы гүлдену кезеңі, және бірақ бұл уақытша болды. Нақты ақпараттарды жазып аламыз, керекті ақпараттарды қосымша тапсырманы мен Google Classroom-ға жүктеймін.